Біздің бөлмені көрдіңіздер. Мына жақта қазір Айлин ұйықтап жатыр. Мына жақта маманың бөлмесі. Мына жақта Макс пен Жастың бөлмесі. Так, енді астына қарай түсеміз. Деп егер тұр жасап кетсек. Қазір Эмир садикте. Мама жұмыстармен кетті. Мына жақта киімдер жайылып тұр, мән бермеңіздер. Мына жақта кухня. Мына жақта кірген жер, кішкене үй шашылып жатыр, мән бермеңіздер. Мына жақта ойыншықтар Айлин ойнайтын. Мына жақта атаның бөлмесі. Мына кухня бізде. Негізі стористан қарап білетін шығарсыздар. Қай нәрсе, қай жақта тұратын, қайсы кімнің бөлмесі дегендей. Мына жақта уборный. Мына жақта кірген жер. Вот. Осымен рум тұр бітті. Бұны не үшін түсіріп жатыр десеңіздер, біздің үйді ұмытып қалған болсаңыздар, естеріңізге түсіріп қойын деген ғой. Сәлем достар, қалайсыздар? Біз Нурканың съемкасына шығып бара жатырмыз. Бірінші қазір макияжға барып, макияждан кейін съемка жасайтын боламыз. Мен бұларды 4-5 сағат күтемін. MC Нурка. MC Хуршет. Сіздерге алдында айтқан болатынмын, еттің сойылу процесін, қай жерде семіртетінің барлығын көрсететін боламын деп. Бұл бордақы жылқылар, қыс мезгілі болғандықтан осыны табиғи түрде семіртеді, жеңдері осы беріледі. Қараңыз, деген жылқылар. Всем привет, достар, қалайсыздар, қайырлы күн баршаңызға, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Қалайсыздар? Бүгін күн керемет болды, көктем сияқты, прям көктем шығатын сияқты болды. Күн шықса мен настроением көтеріліп қалады. Бір жұмыстармен шықтым. Сәттілік. Күн, қалайсыздар? Қазір соңғы уақытта баламның ағылшынға үйренгенін қалап жүрмін. Себебі қазір енді баланың өзінің ортасының өзі ағылшын ғой. Ютубта ойындар болсын, любой зат ағылшын болғаннан кейін олар көп қиналады да. Қазір негізі көп ата-аналар ағылшынша негізі сол моментте айтады да, ағылшын үйрету керек еді, ағылшынға қатыстыру керек еді дейді, соңынан қалып қояды. Бірақ бала мынандай қазір ағылшынға қатысқанымен грамматика деген заттармен бала үйрене алмайды да. Талдап отырып, жаңағыдай ондай балаға қиын. Қазіргі таңда үйрететін даже орталықтар бар, неше түрлі, бірақ сол орталықтардың ішінен именно Акцент Академия дейтін орталықта естиді, қайталайды, ойын арқылы жаттап кетеді. Ал грамматикамен балалар қазір үйрене алмайды, бұрынғыдай емес. Именно Акцент Академия дейтін өте керемет ағылшын тілін үйрететін орталық бар. Сол туралы толық айтып берейін келесі сторисқа.